жаңа видеома достар, сіздер біліп тұрғандан сияқтысыңдар. Темадан көргендей, біз деген бүгін не істейміз? Әрине біз өзіміздің ауылымызға деген біз магазин салатын боламыз. Деген достар, өздерің бүгін біз видеода осы конкурстың жауабын кешкі сағат 9-да бір видео шығады. Сол видеоны көрсеңіздер, конкурстың жауабындағы ұтқан адамдарды айтатын боламын. Сол видео бетіп тұра Аман KZ деген кірістер конкурсының жауабы Аман KZ деп шығады. Достар, соғанда осы видеода тез лайк, подписчик жинап таяқ, елу подписчик дегенде достар активтеген түсіп кетті, бірақ тез көтеріп тастайық. Және де достар, менің арнама тіркеліп кетіңіздер, оны обязательно ұмытпаймыз. Және де жаңадан келгендер болса, конкурста не істеу керек дегендер болса, үш шарттарын тіркелу, лайк басу, және де коммент жазу. Ал видео бастамастан бұрын достар, мен Айшуақтың үшінші арнасын ұсынғым келіп тұр, Нубпен Про деген, деген осы арнасын бүкіл видеосын көріп кетіңіздер, лайк басып кетіңіздер, және де осының жетесіз бұсыған 2000 подписчик, одаки 3000 қылып бұңда видеосына тіркеліп кетіңіздер. Бұның видеолары өте қызықты. Өздеріңіз айтқандай Нубпен Проны сағым жүргендер болса, осы Айшуақ үшінші арнан Нубпен Про дегенге тіркеліп кетіп, күн сайын көріп жүретін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ал біз видеомызға кеттік. Деген достар, біз деген видеомызды жалғастыратын боламыз. Мен деген примерно бір мына жерлерге бір салып жүрсем деп тұрмын да. Енді достар, мен андай шіленай мықты қылып емес, бір обычный қылып, өзіңіз зат алып кетуге де болатындай қылып бір салдыртайын деп тұрған сияқтымын достар. Деген мына жерге бір рамка аламыз дағыны. Мына жерлерде біз тамақтардың нелерін алып алға салайық. Стейк, мынау дегендер, енді мына жерге біз деген салып бастай өрейік. Мынаны не істейік? Мынаны бітеміз. Мына жерлерге, салып бастай өрейік. Достар, бұның бәрін салу өте видео ұзақ кететін сияқты. Сол себепті мен салып, сыртын салып болғаннан кейін қосатын шығармын. Бірақ та конкурстың жауаптарын бүгін кешке айтатын боламыз, күтіңіздер. Достар, деген біздің ішімді осындай қылдырттым. Мына жерлер сырттарын осындай қылдырттым да, достар. Енді іштеріне біз деген өзімізге керекті заттарды қойуымыз керек. Так, тоқтаңдар. Қазір мен мына жерге өйстіп отыратын орнымды қоямын өзімнің. Өйстемін да, мына жерге осындай заттарды қоятын боламын. Және де мына жерге мынандай тамақ пісетін жерлер болу керек, достар. Бұл әдемі қылдыратын боламын. Мына жерлерге не қойсам болады? Мен осы күміс кнопканы қашан алады екенмін деп жүрмін деген достар. Тез тіркеліп, активті көтеріп тастайық, лайк, подписчик аямаңыздар. Мен деген қазір не істеймін? Мынаны дегенде деген достар, өйстіп қылдыртып жатырмын. Мына жерге бір диван қоя салсам, мына жерге бір ноутбук типандай не заттар санайтын қылдыртып, мына жерлерге мынандай тамақтардың үйлерін қоямын. Және де осындай бір касси сияқты қылып мынандайларды қойсақ бітіп тұрмын мен деген. Деген достар, мына жерлерде өте керемет эмоттар. Мына жерлерде не қойсам деп ойланып тұрмын. Типа мына жерде андай бір заттар істеп жатқандай қылдыртам. Мына жерге былай, мына жерге тамақтар тұратын жер қылып мына жерге қоямыз. Мына жерге де қоямыз. Сосын мына жерге тамақтың нелерін аламыз. Күте тұрыңдар деген. Достар, тез актив көтер жасасақ өте керемет болушы еді. Мына жерге тамақтар түрлерін мүлдіртіп қоямыз. Мына жерге бір сундук. Қайди осындай болатын сияқты достар.
Бірақ деген бір нәрсе жетіспей тұрғандай болып көрініп тұр маған. Мына тамақтарды салайық, бүкілін алып. Мына жерге мынандай борыш, мынау дегендерді тапсаймыз тағына. Мінекей, міне өйстіп сапсаймыз. По идее осындай болатын сияқты достар. Қараңдаршы, өте әдемі шықты ғой. Мына жерлерге бір кілемдер орнатып қойсақ қалай болады екен. Бұлайнан орнатып қоя саламыз. Типа мындай көк күмбез қыламыз. Ал мына жерлерде тағы бір нәрселер бар сияқты меніңше. Мына жерге бір тамақ, өтірікпен тамақ пісіретіндей қылдыртып қойсам қалай болады екен? Қазір көреміз. Мына жерге қойсам. Бұлайнан. Осы жерге тамақ пісіре беретіндей қылдыртып қойдым. Типа мына жерге бір сковородка қойдыра салайық. Мінекей достар, өте әдемі болып шығып жатыр біздің магазиніміз. Қанша адам келетін білмеймін. Соншалықты күшті болатын деп ойлаймын. Мына жерге камера қойсам қалай екен? Қай жерге қойсам болады? Мына жерге. Бұлайнан камерам түсіріп тұратындай болды достар. Мінекей менің магазинім деген өте керемет болып шықты. Мына жерде бір псих тұр. Білмеймін, какой-то біреу. Және достар білмесіңдер, менімен бірге Еракиз дейтін ютубер ойнайды. Және достар тез тіркеліп лайк басып подписаться етіп кетіңіздер. Кешке дейін конкурстың жауабын айтатын боламын. Так, мына жерде күте тұрайық клиенттердің келгенін. Так, бас деген ауырып кетті, ұйықтай тұратын жағына. Ей, аман кезет. Не болды? Қайсың бұла? О, клиент кепті ғой. Так, не аласыз? Маған бір стейктен екеуін беріңізші. Бұл стейк деген, так, жарайды 500 мод болады сізден. Так, мәңіз сіздің стейкіңіз. Маған 500 модты берсеңізші. Мен сізге беріп қойдым ғой. Мынау ма? Бәсе, мынау 100 мод қайда деп қоям. Так, жарайды, бара беріңіз. Рахмет. Так, анау кетіп қапты. Нешедейін, осымен видеоны аяқтайтын шығармын. Так, осымен видеоны аяқтайтын шығармын. Анау кетіп қапты осымен. Айтты видеодан ұзақ болып кететін шығар. Так, бүгін деген біз Майнкрафттан өзімізге арнап магазин салды осы ауылға. Короче деген енді осын магазинге көптеген адамдар келетін шығар деп ойлаймын. Магазин бизнесін менің деген. Так, бізден достар конкурсын жауабын тез күткілерін келсе, кешкі сағат 9-да күтіп отырыңдар, мен конкурстың жауабын айтатын боламын. Және достар, лайк басып тіркелуді ұмытпаймыз, 3 шарттарды орындауды ұмытпаймыз. Мен өзім арасынан таңдайтын боламын. Және достар, сіздермен болған мен Аман Кизет. Тез тіркеліп активті көтеріп лайк басып кетіңдер. Сіздермен болған мен Аман Кизет. Қош, сау болыңыздар.